Берлинді түтін басқан. Бірақ қазақтың жүрегінде үміт сәулесі. Рахымжан Қошқарбаев қолына қызыл туды алып, өрт пен от арасымен алға ұмтылды. Бұл жеңістің басталған сәті. Жарылыстар жаңғырып тұр. Берлин көшелерін түтін тұмшалаған. Бірақ қазақ сарбазы тоқтаған жоқ. Қолында қару, жүрегінде отанға деген сенім. Ол әр қадамында жеңіс жолын салып келеді. Екі сарбаз, Рахымжан мен Григорий, баспалдақпен жоғары көтеріледі. Әр қадамы оттың ортасында. Бірақ олардың жүрегінде бір ғана мақсат. Рейхстагқа жеңіс туын тігу. Міне, тарихтың ұлы сәті. Рахымжан Қошқарбаев Рейхстаг төбесіне қазақ даласының рухын көтеріп, қызыл туды тікті. Бұл сәт бүкіл әлемге бейбітшіліктің үнін жеткізді. Жеңіс туы желбіреді. Ал оның жанында қазақтың қаһарман ұлы. Уақыт өтті, бірақ есімі өшпеді. Рахымжан Қошқарбаев мойындалған ерліктің мәңгілік символы.